Орман. Орман десек көзімізге бірден әдемі табиғат елестейді. Ал шын мәнінде орман ежелден қорқынышты жер болып саналған. Бұрындары адамдар орманға жалғыз баруға қорқатын. Мұның себептері әртүрлі болды. Олар жабайы сиқыршылардан және әртүрлі зұлым рухтардан қорқатын болған. Бүгін біз сіздерге орманда түсірілген қорқынышты видеоларды көрсететін боламыз. Дайын болсаңыз бастайық. Сіз орманда қорқынышты нәрсені кездестірдіңіз бе? Ал бұл адам қараусыз қалған жерді, яғни заброшканы аралайды. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде қоқыс өте көп. Ал ең қорқынышты сәт ол автор заброшкадан шыға бергенде алысырақ жерде біреу отырады. Видео авторы оған жақындауға батылы бармайды. Және кенеттен ол құбыжық авторды байқап қояды. No mames. Өкінішке орай бұл видео туралы ақпараттар өте аз. Сондықтан осы видеоға адамдар әртүрлі пікірлер қалдырды. Кейбір адамдардың айтуы бойынша бұл үйсіз немесе ақылсыз адам дейді. Ал кейбіреулері орманда тіршілік ететін сұмырай тіршілік иесі дейді. Сонымен бұл кім екені жұмбақ болып қалды. Ал сіздер не ойлайсыздар? Ол ютубер өз арнасында түрлі техникаларды қарастырады. Жақында ол мистикалық жерлер мен әртүрлі заттарды зерттей бастайды. Және ол өз үйінде дух шақыратын затты пайдалана бастайды. Және кенеттен жарық өзімен өзі сөніп қалады. That was fucking weird. I don't know if it's just like my nerves twitching though, you know what I'm saying? I don't know. I'm trying to get closer. Are you serious? Batteries die now. Holy shit, guys, there's nobody else. Бірақ мұнымен әлі аяқталған жоқ. Бұл ютубер елестер өмір сүретін немесе қорқынышты оқиға болған ғимараттарды іздейді. Нәтижесінде олар жөнделіп жатқан ескі қонақүйге барады. Бұл қонақүй орманның жанында орналасқан. Және не болғанын қараңыздар. How? Dude. How? Hold on, let me zoom in. How? That's for real fucking swinging. That's probably the scariest Fuck thing that that's shit. happened the whole night being here. Yo. I want to say call room stairs at the door, but they ain't fucking touching the chandelier. I want to keep the camera on it in case it moves again. Whatever just made that chandelier swing, can you do it again? Can you swing it harder? Көріп тұрғандарыңыздай өте ауыр люстра өзімен өзі қозғала бастайды. Бұл шынымен де адамдарды қорқытты. Өйткені еш жерде ашық есіктер мен терезелер жоқ. Яғни люстра ешқандай желдің көмегімен қозғалып тұрған жоқ. Және зерттеушілер бұл жерден кету керек деп шешті. At the moment? Yeah. I kind of want to just keep the camera on the chandelier just to see if it does it one more time. Because it's just like, come on, man. Dude, let's go back downstairs. Бұл видеоның авторлары жасөспірімдер. Олар үйлеріне жақын орналасқан орманда серуендеп жүреді. Және олар алыстан ақ халат киген адамдардың қорқынышты жүрістерін көреді. Олар мұндай таңғаларлық нәрсені көреміз деп ойламаған. Иә, видеоға жақсылап қарасақ 4 фигура жол бойымен бірінен соң бірі жүріп бара жатқанын көруге болады.
Видео авторларының айтуы бойынша, бұл ешқандай елес емес, жай ғана секта дейді. Қанша дегенмен секта болса да, олар орманда не істеп жүргендері белгісіз. Бұл видеоны Бенджамин Хикс деген тиктокер жүктеген. Олар қаланың шетіндегі орманда серуендеп жүреді. Және қыз тиктокқа видео түсірем деген оймен ол билей бастайды. Бір кезде оператор артта өте қорқынышты нәрсені байқайды. Ол бірден сүйіктісіне артына не болып жатқанын көруге шақырады. Видеодан біз бастарын иіп, бір-бірінің қолдарынан ұстап тұрған адамдарды көреміз. Олар ұзақ уақыт бойы осылай тұрады. Бұл видеоның авторлары оларға қандай да бір рәсімді тойлап жатыр деп ойлайды. Бұл тағы да секта болуы мүмкін. Видео авторлары соңына дейін көрсе де, олардың не істеп тұрғандарын түсінбеді. Бір топ балалар орманның терең бөлігінде серуендеп жүреді. Және олар сол жерден көптеген табыттарды тауып алады. Олардың кейбіреулері сынған, ал кейбіреулері бүтін. Сонымен балалар табыттардың бірін ашуға шешім қабылдайды. Бұл табыт бұрынғы азаптау табытына өте ұқсайды. Және балалар одан сайын қорқа бастайды. Тіпті мен де қорқа бастадым. Олардың қасында тағы бір үстел бар. Негізі бұл үстел емес, азаптау құралына ұқсайды. Балалар бұның бәрін қалай пайда болғанын білмейді. Және олар қатты таң қалды. Ер адам бұл видеоны жұмыс орнындағы монитор экраннан түсірген. Ол үлкен компанияның түнгі күзетші болып жұмыс істейді. Автордың есімі Джон. Бір күні бұл компанияда қайғылы жағдай орын алады. Бір жұмысшы тауар тарату кезінде үлкен биіктен құлап қайтыс болды. Содан кейін Джон барлық камераларды қарап шықты. Алғашында ерекше ештеңе көрінген жоқ. Бірақ содан кейін камералардың бірінде ол өте таңғаларлық нәрсені байқайды. There's no tree, there's nothing there. There it is again. Like, it's just standing there. And I let my supervisor know. I don't care, I'll even try to zoom in. And, like, we got a bad viewpoint, but, like, there it is to the left. And, like, this is a 24 camera. Джон далада орманға жақын жерде ерекше фигураның тұрғанын байқайды. Ол бір қарағанда қозғалыссыз болып көрінеді. Бірақ анда-санда қозғалып, соңында жоғала бастайды. Және бұл қорқынышты нәрсе бізге қарап тұрғандай көрінеді. Автордың ойынша бұл қайтыс болған жұмысшының рухы деп ойлайды. Бірақ түсініксіз. Сөйтіп бұл оқиға видео авторын қатты қорқытты. Сонымен достар, видеомыз аяғына жетті. Егер сіздер бұл видеоның екінші бөлімін шыққан қаласаңыздар, онда лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Және ең бастысы, қайда жүрсеңіздер де айналаңызға қарап мұқият болыңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.